Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге денсаулыққа өте пайдалы баклажаннан закусканы пеште, яғни духовкада жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да видеоны мұқият соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Егер де каналыма тіркелмесеңіздер, дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все деген батырмаға басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жүктеген видеоларымды алғашқылардың бірі болып көріп отыратын боласыздар. Ең алдымен тазалап жуылған баклажандарымыздың екі жақ бөлігін кесіп алып тастаймыз. Және де осындай сыртқы бөлігін, қабығын аршып қойсаңыздар да болады, немесе аршымасаңыздар да болады. Дәл осындай бір келкі формада барлығын турап аламыз. Міндетті түрде формалары бірдей болуы керек, себебі пешке түскен кезде жұқа баклажандарыңыз күйіп кетуі мүмкін. Енді барлық баклажандарымызды тұзды суға салып қойсаңыздар болады, немесе мен секілді осы тұзды барлық жеріне тұздап шықсаңыздар да болады. Егер де суға салып қойсаңыздар, онда міндетті түрде құрғақ салфеткамен кептіріп алуларыңыз қажет болады. Барлық бөлігін осылай тұздап аламыз. Бұл закусканы баклажаннан және де кабачкиден дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей барлық баклажандарымызды тұздап алдық. Енді табамызға жақсылап май жағып майлап аламыз. Табамызды ең алғашқы рет жақсылап осылай бір келкі майлап аламыз. Және де осы табамызға барлық баклажандарымызды кезекпен салып отырып пісіріп алатын боламыз. Майды міндетті түрде жақсылап жағуларыңыз қажет, себебі баклажандарыңыз жабысып қалуы мүмкін. Енді екі таза құрғақ ыдысымызды дайындап аламыз. Оның біріншісіне панировочный сухариді қолданамыз. Панировочный сухаридың панко деген түрін қолданамын. Өте дәмді болып шығады. Және де бұның ақ және сары түсі болады. Қалауыңыз бойынша түсін таңдап алсаңыздар болады. Менікі ақ сухари. Дәл осылай ыдысымызға төгіп аламыз. Енді келесі ыдысымызға жұмыртқамызды дәл осылай жарып, және де оның үстіне тұзымызды салып, жақсылап езіп аламыз. 3 дана баклажанға 2 дана жұмыртқаны қолдандым. Бұл жерде мен барлығын көз мөлшермен жасап жатырмын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша порциясын көбейтіп немесе азайтып жасасаңыздар болады. Дәл осы баклажанная закусканы мен Instagram каналыма салған болатынмын. Сонда көпшілігі дұрыс піспеді, шикі болып қалды дегеннен кейін мен сіздер үшін арнайы осы YouTube каналыма түсіріп жатырмын. Сондықтан да егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда осы қазақша контентті қолдап каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып, жақын достарыңызбен бөлісе жүруді де ұмытпаңыздар. Барлығын дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Ең алдымен баклажанымызды жұмыртқалы массаға тек бір жақ бөлігін ғана аударып аламыз. Енді дәл сол жұмыртқа жағылған бөлігін панировочный сухариге аударамыз. Барлық жеріне осылай панировочный сухарийіміз тиюі қажет. Содан кейін сухари жағын жоғары қаратып, астыңғы бөлігін противенге қойып, барлығын осылай тізіп шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 160-170 градуста 15-20 минут шамасында пісіріп аламыз. Ол сіздердің баклажандарыңыздың қалыңдығына немесе жұқалығына байланысты. Дәл осылай беті сарғайып пісіп шығады. Астыңғы жағы дәл осылай қоңыр болып піскенге дейін ұстайсыздар. Егер де әппақ болып тұрса, тағы да кішкене духовкада ұстайсыздар. Соусына мен майонез бен чеснокты қолдандым. Егер де сіздер зиян дейтін болсаңыздар, онда қаймақпен немесе творожный сырмен, чеснокпен, укроп қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Дәл осы панировочный сухаримен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. Үйге қонақ шақырсам, міндетті түрде осы закусканы дайындаймын, және де қонақтарыма өте қатты ұнайды. Сондықтан да сіздер жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Ортасына салмасын дәл осылай салат жапырағымен және де қызанақпен жасадым. Салат жапырағын қосу маңызды емес. Енді баклажанымыздың дәл осылай духовкада піскен жағына алдымен майонезді соусымызды жағып аламыз. Барлық жеріне жұқалап жағып шығамыз. Және де ортасына салат жапырағын және де оның үстіне қызанағымызды салып, жақсылап орап шығамыз. Қызанақты дәл осылай турадым. Екеу немесе біреу қоссаңыздар болады. Дәл осылай орап, таза ыдысымызға осылай ұсына беретін боламыз.
міндетті түрде жапырақ жағын жапырақтарын кішкене шығарып бір жақ бөлігіне ғана орналастыруларыңыз қажет. Сонда сіздердің дастарханыңызда әдемі көрініп тұратын болады. Мінекей барлық жапырақты бөлігін дәл осылай бір жағына қарай орналастырамыз. Біздің баклажанды закускамыз дайын болды. Өте дәмді және де ең бастысы денсаулыққа өте пайдалы. Және де бұл баклажанды майға қуырып дайындасаңыздар да болады. Дәл осы панировочный сухаримен, дәл осы әдіспен тек майға қуырып алсаңыздар болғаны. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп қойыңыздар. Пока-пока.